Бәріңізге сәлем, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен круассанның рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте жұмсақ болып шығады, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Видеоны көрместен бұрын алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен біз круассанды жасау үшін жылы суымызды құйып, жылы сүтімізді құйып, содан кейін шекерімізді салып, жарты шай қасық тұзымызды салып, содан кейін үлкен 2 ас қасық дрожжімізді саламыз. Салғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып 15 минут 20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Міне қарасаңыз, біздің сұйықтығымыз беті көпіршіктеніп көтерілді. Енді осының үстіне електен өткізіп, ұнымызды қосатын боламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ болып шығатын болады. Осы кезде өткізбесеңіз де алдын ала ұнымызды сеткіден өткізіп қойсаңыз да болады. Барлығын жайлап қосып, содан кейін қолымызбен араластырып отырып, тағы да қалған ұндарымызды қосамыз. Біздің қамырымыз кішкене қолға жабысқыш болып келеді. Аздап ұн салсаңыз да болады. Қамырымызды осылай жұмсақ қылып илейміз. Бұл қамырға жұмыртқа ештеңе қоспасақ та болады. Суменен, сүтпенен осылай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Біздің қамырымыз міне басып болдық. Кішкене қолға жабысқыш болып келеді. Енді 1 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Біздің қамырымыз міне көтерілді. Енді барлығын алып, 7 бөлікке кішкентай етіп бөліп шығамыз. Бөлшектеген қамырларымыз барлығын енді осылай астын барлығын біріктіріп, барлығын ыңғайластырып жинап қоямыз. Қазір 7 қамырымызды барлығын бір-бірден жайып шығатын боламыз. Бірінші қамырымызды қатты жұқа қылмаймыз, орташа қылып жайып, содан кейін алдын ала шығып тұрған бөлме температурасындағы жұмсақ майды жағатын боламыз. Ертілген май болмайды, себебі жайған кезде қазір барлық шығып кететін болады. Бірінші қамырымыздың үстіне осылай майымызды жағып шығып, содан кейін екінші нанымызды да жайып, осы май жағылған қамырдың үстіне екінші қамырымызды жаямыз. Содан кейін оның үстінде де май жағып, тағы да үшінші қамырымызды жайып, үстіне қосатын боламыз. Қамырымыздың барлығын осылай арасына май жағып жинағаннан кейін, енді соңғы қамырымызды жайып, оның үстіне май жақпайтын боламыз. Осылай соңғы қамырымызды үстіне қосып, жан-жақтарының барлығын жабыстырып шығамыз. Жайған кезде біздің қамырларымыз жұқа болмауы керек, кішкене орташалы болуы керек. Сол кезде біздің круассанымыз жақсы болып шығатын болады. Барлығын жабыстырдық, жандарын енді оқтауменен нанымызды жаямыз. Қамырымыздың барлығын осылай жайып болғаннан кейін, енді круассанымызды жасайтын боламыз. Мен қамырымды 16 бөлікке бөлемін. Ішіне өзіңіз қалауыңызша шоколад болса шоколад, немесе қоюлатылған сгущенка қоссаңыз болады. Бірақ сұйық түрі болмайды, себебі ағып кетуі мүмкін. Сондықтан да қою түрін қолдануыңызға болады. 16 бөлікке бөлдім. Енді шетін кішкене кесіп, ішіне сгущенка қосатын боламын салмасына. Шығып кетпеу үшін осылай шетін кесеміз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін рецепттермен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығатын рецептілер, сондықтан да қорықпай, сенімді түрде жасасаңыздар болады.
Біздің круассандарымыз міне дайын болып қалды. Менде 16 бөлек шықты. Енді дайын болған круассандарымызды 10 минут 15 минутқа қойып, жылы жерге кішкене көтерілгенше, сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып пісіріп аламыз. 180 градуста 30 минутқа пісіріп алдым. Міне біздің круассанымыз дайын болды. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бәріңізге ұнары анық. Назар аударғаныңызға рахмет.